Адамға керек тамақ, сөйлеп тұрған санат. Қазір бірақ Рамазан айы, сондықтан тамақты тек ауызашар мен ауызбектерде ғана іздейміз ғой. Оразаларыңыз қабыл болсын. Біз жұма күнін жақсы көреміз. Неге? Өйткені сенбі, жексенбі 2 күн қатарынан демалыс. Бірақ бұл күндері жұмыс істейтін адамдар да бар. Шынымды айтсам, мен сіздерге қызықпаймын. Бір күні жаңалықты қостыңыз. Сөйтсе теледидардан айтып жатыр. Енді бір аптада 10 күн болады. Сіздің қуанышыңызда шек жоқ. Қуандыңыз. Бірақ жаңалықтың соңына қарасаңыз, қосылған 3 күннің біреуі ғана демалыс күніне, қалған 2 күн жұмыс күніне қосылады. Енді сіз бұл кезде де ойлайсыз, енді қатарынан 3 күн демалыс, бұл деген рахат қой, енді 3 күнде біраз шаруаңды бітіріп алуға болады ғой. Жалпы бір аптада 7 күн. Ол қайдан шықты десеңіздер, бұл ежелгі Римнен басталған. Ежелгі Рим ғалымдары аспанға қарайды, аспанда нені көреді? Әрине айды көреді. Сөйтіп айды зерттесе, ай 28 күнде толу процесі жүреді екен. Енді қазір өзгерістерге ұшыраған, қазір 29 күнде айдың толу процесі жүреді. Бірақ сол кезде 28 күн болған. Сөйтіп оны 4-ке бөледі. 4-те бір аптада 7 күн болады. Енді түсіндіңіздер ғой, неге ай деп аталады? Сонымен, бүгін жұма, сіз 3 күн демалатын болдыңыз. Енді былай ойлап қарасаңыз, енді бір айда 43 күн болады. Ал бір жылда 516 күн. Бұл дегеніміз, сіз мектепте, университетте, немесе жұмыста, сабақта көп уақыт өткізетін боласыз. Енді кейбір елдерде ең жұмыс уақыты аз ел, ол Нидерланды. Онда 6 сағат жұмыс, 6 сағат жұмыс дейсіз, кешірім өтінемін. Ал енді біз Нидерланд емеспіз ғой, сондықтан 8 сағаттық жұмыс, бұл аптасына 56 сағат жұмыс дейсіз. Енді шаршайсыз, шалдығасыз. Аптаның 3-ші күнінде шаршап жұмысыңызда жағымсыз оқиғалар болады. Бірақ үйренесіз, жүйкеңіз тозады, башыңыздан сөз естисіз, 6 айдан кейін компьютердің бетіне қарауға шамаңыз келмейді. Көру қабілетіңіз де нашарлайды. Енді бұл 7 күн қатарынан жұмыстың нәтижесі. Ақыры кезекті еңбек демалысы жетті. Біраз тынығып алуға болады. Дегенмен 10 күндік жұмыс аптасында қызмет сапасы нашарлайды. Құрылысшылардың салған үйі сапасыз болады. Бірақ қазірде оңып тұрған шамалы, дәрігерлерге жүгінетіндердің қатары артады, өйткені жүйке қайткенмен жұқарады ғой жұмыстан. Ал 2 жұмыс істейтіндердің, әсіресе астаналықтардың жағдайы мүлдем ушығады. Зауыттар 5 күннің орнына 7 күн үздіксіз жұмыс істейді. Табиғат ластанады, ауа бүлінеді. Негізі бұл тәжірибенің айтарлықтай пайдасы жоқ сияқты. Жоқ, бір пайдасы бар. Біз баяу қартаямыз. Сізше қалай ойлайсыз? Бір аптада 10 күн болғанын қалайсыз ба? Егер қаласаңыз, онда немесе өзіңіздің де ұсынысыңыз болса, пікір қалдырып кетіңіз. Сіздермен болған санат, жақсы адамдардың санатында бол. Жарай ма?